Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерге бүгін өте жұмсақ болып шығатын булочканың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецептімен бөлісемін. Ең алдымен үлкен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Және шекерімізді саламыз, ашытқы саламыз. Шым-шым тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін бір дана жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ең соңынан ерітілген сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін пакетке салып, бөлме температурасына 1,5 сағатқа демалдырып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте жұмсақ болып, үлпілдек болып көтеріліп шықты. Енді майда бөліктерге бөліп, булочкамызды бүгетін боламыз. Ең бірінші әдіс дәл осындай қамырды ұзынша етіп аламыз. Бұл өте оңай, әрі уақыты да көп алмайды. Екі қамырды ұзынша етіп жайып аламыз. Кейін бастарын біріктіріп, айландыра өріп шығамыз. Кейін қайта бір-біріне байлап, қамырдың ұштарын бір-біріне жабыстырып қоямыз. Сонда бізде өте әдемі булочка болып шығады. Булочканы бүктеу әдісі өзіңіздің фантазияңызға қарай. Кейін дәл осылай салмасымен жасасаңыздар болады. Мен варенье салып жатырмын. Және ең соңынан рогалики, бір дана рогалики, варенка немесе ішіне варенье салып жасасаңыздар да болады. Бұл жерде ең бастысы ішіндегі салмасы шығып кетпесе болды. Сол себептен жақсылап қамырды біріктіріп шығыңыз. Енді дәл осылай орап шығамыз. Өте әдемі рогалики болады. Пергамент қағазына орналастырып, бөлме температурасына бетін майлықпен жауып, жарты сағаттай демалдырамыз. Жарты сағаттан кейін жұмыртқаның сарыуызы мен сүтті араластырып, бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 190 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей, бүгінгі біздің булочкаларымыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Видеом ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецептермен бөлісемін. Сіздермен болған Жанерге видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.